Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында осындай керемет үлкен булочканы дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады, жұмсақ, үлпілдеп тұрады, шайға ұсынсаңыздар болады. Ал енді видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындау үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін ас қасықпен 5 қасық қант саламыз. Венчиктің көмегімен жұмыртқа мен қантты бір массаға енгенге дейін араластырып аламыз. Содан соң 400 грамм жылы сүтімізді үстінен құямыз. Оны да жақсылап араластырып, үстінен 1 шай қасық ашытқыны саламыз. Оны да жақсылап араластырып, болғаннан кейін үстінен сұйық майдан 4 ас қасық құямыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамыр елейміз. Бұл жерде мен 750-800 граммдай ұн қостым. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келетін болғандықтан, яғни біздің мына құйған сұйықтығымызға байланысты ұнды қосамыз. Ал біз қамырымызды елеп болдық. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықта болып шықты. Оның үстінен сұйық май құйып, бетіне жағып қоямыз. Қамырымыздың беті кеуіп қалмау керек. Міндетті түрде қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Бір-бір қайтарып үстінен басып шыққаннан кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Ал енді оқтаудың көмегімен қамырымызды қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташалау етіп 4 бұрышты формаға келтіріп жайып аламыз. Ал енді қамырымызды жайып болғаннан кейін еріп тұрған сливочный майымызды осылай жағып шығатын боламыз. Бұл енді шаймен ішетін булочка болғандықтан тәтті болсын деп осылай 4-5 қасықтай қантты салып шықтым. Үстінен сіздер де салып шықсаңыздар болады. Ал егер де қатты тәттіні ұнатпасаңыздар, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Ал енді біз келесі кезекте асқабақтың дәні, мейіз және де грек жаңғағын қосатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әр жеріне сепелеп шығамыз. Біз осылай қамырды шетінен бастап, рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Содан соң жиегі ашылып кетпесін деп, қамырды бір-біріне жиектерін жабыстырып жібереміз. Бірінші қамырымыз дайын болды, оны бөлек былай бір шетке қоя тұрамыз. Келесі кезекте де дәл солай бірінші қамырды қалай жайдық, дәл солай екінші қамырды да жайып, ішіне начинкаларын салып шығатын боламыз. Бірінші дайын болған қамырымызды алып, осы екінші қамырдың үстіне қоямыз. Сөйтіп, оны да бірге орап шығамыз. Бұл қамырдың да жиектерін жабыстыруды ұмытпаймыз, себебі ашылып кетпеуі керек. Жабыстырған жерімізді төменге қарай қаратамыз да, пышақтың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай қақ ортасынан ұзыннан бөлетін боламыз. Негізі қамырды соңына дейін кесіп тастамау керек. Ал енді қамырымыздың шетінен бастап осылай орап шығамыз. Жаңа мына жерін толықтай кескен жоқпыз қой, осы жерінен осылай көріп тұрғандарыңыздай айналып, өтіп, соңғы жағын былай жабыстырып бекітіп жібереміз. Осы қамырымызды енді жайып жатқан кезімізде пешімізді қыздырып қоямыз. Астына фольганы қойып, мен осындай торт пісіруге арналған кальцоны қолданып жатырмын. Ал достар, мен сіздерге осындай кальцода пісіруге кеңес бермеймін, себебі қамырымыз тығыз болып, арасы солай болып піседі екен. Ал астындағы тапа тұр ғой, сондай тапаға пісіруге кеңес беремін. Ал біз қамырымызды алып, жайлап, осылай ыдысымызға саламыз. Булочкамыз әдемі болып көтеріліп пісуі үшін 15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Алдын ала қызған пешке салып пісіретін боламыз. Енді әркімнің пеші әртүрлі болады. 180 градуста шамамен 35-40 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, менің булочкам енді ғана пештен шықты, өте ыстық. Формадан алып, суытуға қойып қоямыз. Суымай жатып кессеңіздер, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан әбден суығаннан кейін кесуге кеңес беремін. Құрметті достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде подписация деген батырманы басып, маған тіркеліп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта әртүрлі видеолар салатын боламын. Сондықтан да қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып қойыңыз. Дәл осы булочканы сіз де жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған Ғалия.